Бүгінгі шығарылымда болашақтың сәулетшілері мен генезистің арасында қандай байланыс бар? Неден бастау керек? Мұның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріңізші. Эфирде сіздермен бірге Инабат, және бұл біздің білім айын қорытындылайтын шығарылымымыз. Кеттік. Біріншіден, көбісі болашақтың сәулетшілері мен генезистің қандай байланысы бар, система не үшін деп сұрайды. Алдымен генезис системасының 3 мақсатын еске түсірейік. Олар жемқорлықпен күрес, елді экономикалық дағдарыстан алып шығу және әділдікке қол жеткізу. Жемқорлықпен күрес және әділдікке петицияның көмегімен қол жеткізу туралы өткен шығарылымдарда айтқан болатынбыз. Ал елді экономикалық дағдарыстан алып шығу дегеніміз не? Біз елді болашақтың сәулетшілері жобасының көмегімен экономикалық дағдарыстан алып шығуды жоспарладық. Осы жерде генезис пен болашақтың сәулетшілерінің қандай байланысы бар екенін түсіндірейін. Сіз біздің системада жұмысқа орналасу бойынша келісім шартқа қол қойғанда өзіңіздің резервтегі жұмысқа тұру кезегіңізді алдын ала көре аласыз. Системада белсенділігіңізге байланысты алгоритм енгізілген, яғни системаға қанша адам шақырасыз, осыған байланысты сіздің кезегіңізде көтеріле береді. Бұл дегеніміз, егер сіз белсенді болсаңыз, жоба жұмысы басталғанда біздің тізімде сіз алдыңғы орында болатындығыңызды түсіндіреді. Ол үшін не істеу керек? Тіркелу кезінде өзіңіздің досыңызға немесе танысыңызға сіздің ID нөміріңізді жазу керектігін айтыңыз. Сол уақытта сіздің система тізіміндегі кезегіңіз көтерілетін болады. Әрине, тек тіркеліп, еш әрекетсіз жобаның басталуын күтуіңізге де болады. Бірақ әрекетсіздік арқылы сіз жобаның жүзеге асуын және өз мүмкіндігіңізді кешіктіресіз. Ал петицияға қол қою және сол туралы достарыңызға айту арқылы сіз әр күн сайын жобаның тез басталуына үлес қосасыз. Осылайша, жоба туралы көп адам білген сайын, соншама адам петицияға қол қойып және біз де жұмысты тезірек бастай аламыз. Мемлекет біздің болашақтың сәулетшілері жобасына тиісті жерді беру жөніндегі келісімге қол қойғаннан кейін сіз оқудың басталатындығы жөнінде хат аласыз. Себебі сіз системаға тіркелгенсіз. Осыдан кейін сіз біздің платформада ТДФ университетінде онлайн білім алуға кірісе аласыз. Ауыл шаруашылық саласындағы ең жақсы университеттер қазірдің өзінде сіз үшін оқыту бағдарламаларын дайындап жатыр. Бірден айтып қояйын, сабақтар қазақ және орыс тілінде өтеді. Оқуды аяқтап, емтихандардан өткеннен кейін біздің жүйеде жұмыс істеуге базалық лицензия беріледі. Содан кейін техникамен айналысқысы келетіндер техниканың өзінде, ал агрономияны таңдағандар практикалық егістіктерде дайындықтан өтеді. Осылайша сіз тәжірибе жинақтап, практикалық лицензия аласыз. Бұл генезистер үшін. Ал енді альфа генезистерге келетін болсақ. Естеріңізде болса, келісімге қол қою кезінде альфа генезис болашақ тиімді менеджердің немесе қордағы басқарушы лауазымдардың резервіне түседі. Сонымен альфа генезистерде генезистер сияқты оқу және практикадан өтеді. Оларда жұмысқа тұруға 2 лицензия беріледі. Базалық және практикалық. Біз осыдан кейін фонд ретінде сізге мемлекеттен 5000 гектар жер алуға көмектесеміз. Өйткені бізде жобаның жүзеге асу үшін мемлекетпен жермен қамтамасыз ету туралы келісім болады. Бірінші қадам – білім орталығы. Сонымен ары қарай кеттік. Бұдан кейін тиімді менеджер не істеу керек? Тұқымдар, тыңайтқыштар, машиналар, дрондар, жылжымалы зертханалар және жалпы бәрін түсіндіретін адам керек. Сондықтан білім орталығы әрдайым сізбен байланыста болады. Бұл сіздің кеңесшілеріңіз, оқытушыларыңыз және супервайзерлеріңіз сияқты болады. Сіз еркін кез келген уақытта оларға жүгіне аласыз. Екінші қадам – ТДФ сауда үйі. Тиімді менеджер фондтың сауда үйімен фьючерстік келісім шарт жасайды. Фьючерстік келісім шарт дегеніміз не? Бұл алдын ала келісім шарт, яғни біз бірден сіздің өнімнің барлық көлемін сатып алатындығымызға алдын ала кепілдік береміз. Келісім шарттың бекітілген формуласы болады. Роднойлар 6-да бұл туралы егжей-тегжейлі айтылған. Сонымен қатар ТДФ сауда үйі нарықтағы барлық қозғалыстарды бақылайды және аналитика бойынша сізге ауыспалы егіс туралы ақпарат дайындап береді. Яғни олар топырақтың түрін, нарықтың сұранысын ескере отырып, сізге биыл қандай дақыл себу керектігін айтып отырады. Демек, сізге бұл туралы ойлаудың қажеті жоқ. Үшінші қадам – Агроинвестбанк және резервтік фонд. Ары қарай, осы келісім шартпен Агроинвестбанкіне барғанда сіздің атыңызға жеке шот ашық болады.
Ал фьючерстік келісім шартыңыз кепіл болып саналады. Оған қоса мұның барлығын, яғни өнімді сақтандыруыңыз қажет. Бұл үшін жүйеде коммерциялық емес резервтік сақтандыру қоры қарастырылған. Ол әлемдегі стандартқа сәйкес қаупі жоғары егіншілік аймағы үшін өз құнынан 20% болатын сақтандыру сыйақысын құрайды. Фонд ретінде біз тәуекелдердің алдын алып, сіздің табысқа жетуіңізді қалаймыз, яғни сақтандыру үлесін бөлісеміз. Біз қор ретінде 50%-ін, ал сіз қалған 50%-ті төлейсіз. Әрине, тиімді менеджерде жұмысты бастағанда әлі қаражат жоқ екенін түсінеміз. Сондықтан Агроинвестбанк бұл үшін төлем жасап тұрады. Осы соманы сіз пайда тапқаннан кейін қайтаратын боласыз. 4-ші қадам – тұқым қоры және МТС. Келесі қадам – тиімді менеджер не істейді? Дұрыс, тұқымдарды алады. ТДФ тұқым қоры сауда үйінен ақпарат алып, сізге қажетті тұқым көлемін дайындап қояды. Оны алып, сіз МТС-ке қажетті техниканы алу үшін тапсырыс дайындайсыз. Звондап, себу кешендеріне сәйкес уақытын белгілеп, оларды өз егістігіңізге шақырасыз. Енді сіз өз егістігіңізге барып, егін егуге кірісе аласыз. Сіз білім алдыңыз және білім орталығы сізбен үнемі байланыста. Сондықтан барлық қажетті агрооперацияларды жүргізе бастауға дайынсыз. Егін егіп, келесі жарты жылдықта сіз барлық агрооперацияларды бақылауыңыз керек. Демек, гербицидтер мен пестицидтерді, аммофоз бен сульфаммофозды қолданғанда. 5-ші қадам – егін жинау маусымы. Ал енді егінді жинау маусымы басталғанда сіз МТС-ке қайта қоңырау шаласыз. Техниканы алып, егісті жинайсыз. Содан кейін сауда үйі сізбен байланысады және Чикаго қор биржасының баға белгілері бойынша белгілі бір дақылдың ағымдағы бағасын хабарлайды. Сіз оны онлайн режимінде де ашық көре аласыз. 6-ші қадам – бірінші пайданың түсуі. Ал енді фьючерстік келісім шартты не үшін қажет болғанын түсінген шығарсыз. Фондтың сауда үйі жыл басында жасалған келісім шартқа сәйкес сізден өнімнің барлық көлемін сатып алады. Осылайша сіз кімге дақылыңызды сатады екенмін деп ойламайсыз. Сатып алушы дайын. Сіз бүкіл егінді ТДФ сауда үйіне сатасыз, ал сіздің қаражатыңыз Агроинвестбанктегі жеке шотыңызға түседі. Бұл сома барлық шығындарсыз, яғни сақтандыру, агрооперациялар бағасы және ТДФ қорының сыйақысын шегергендегі сіздің таза табысыңыз. Бұдан кейін 2 ай демалып, кейін қайтадан белгіленген схемаға сәйкес жұмысыңызға кірісесіз. Көптеген адамдар сіздерде бәрі тегін. Жаңа білім бересіз, сізге Агроинвестбанкі бірінші жыл үшін төлейді. Сонда сіздер қайырымдылық қорсыз ба деп сұрайды. Жоқ, қайырымдылық қоры емеспіз. Біз ең алдымен кәсіпкерлерміз. Мұны біздің еліміздің болашағына салған инвестициямыз деп санаңыз. Сонымен қатар біз кәсіпкерлік арқылы елімізге де көмектесіп, пайда да тапқымыз келеді. Экосистемада сіз сияқты 1200 адам болатынын ұмытпаңыз. Туған жерін сүйетін және адал еңбек ететін 1200 жастар. Дәл осы жастар 10 жылдың ішінде 100 аурухана, мектеп, балабақша, даму орталықтары, инфрақұрылымды дамытып, ауылдарды өркендететін болады. Кейбір адамдар бос емеспін, менің бұған уақытым жоқ деп айтуы мүмкін. Біреулер үшін бұл ақталу, сылтау ғана. Олардың пайдасыз нәрселерге уақыты бар да, бірақ ең маңызды дүниелерге уақыттары қалмай жатады. Бірақ уақыт өмір, оның қас қағым сәт екенін ұмытпаңыз. Зерделі жандар уақыттың бағасын бағамдай біліп, артына өшпестей із қалдырып кетеді. Ал өмірін сенделіп өткізіп, адамдық, азаматтық борышын өтей алмай кететіндер де бар. Әр сәтті мәнді, нәтижелі өткізу бұл көкірек ояу, көкейінде ұжданы бар әрбір саналы жанның ең биік ой талғамы. Өйткені сіздің уақыт талғамыңыз өміріңіздің қайтып, қалай өтетіндігіне байланысты. Адам жігер қайратының бар кезінде үйрену, еңбектену, басқа да түрлі ізденіс жасап, барынша құлшынып, өмір сүруге уақытпен, секунд, минутпен жарысып, оны неғұрлым өз игілігіне жаратып, ұта түсуге ұмтылыс жасау қажет. Мұның барлығын не үшін айтып отырмын? Қазір сізде өміріңізге өзгеріс енгізіп, балаларыңыздың болашағы жарқын болу үшін жақсы жағдай жасауға мүмкіндік бар. Яғни петицияға қол қойып, системаға тіркелу арқылы сіз сол жарқын болашаққа бірінші қадам жасайсыз. Тек соны уақытында пайдалану керек. Себебі жоғарыда айтқанымдай, уақыт өмір. Оны қажетсіз нәрселерге жұмсап, барлығын кейінге қалдырып жүргенде бәрі кеш болуы мүмкін. Сондықтан уақытыңды ұтымды пайдалан, әрекетке көш. Барлығы саған ғана байланысты.
Тарих сенен басталады.